Сәлеметсіздер ме, құрметті менің YouTube көрермендерім. Қалдеріңіз қалай? Маған подписка жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап қойыңыздар. Себебі сіздермен күнделікті шөптердің, тағамдардың емдік қасиеттерінің қандай пайдасы бар екенін мен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Мен өзім дәріні жек көремін, дәріге қарсымын. Сол себептен дәріні ішсек те бір жерімізді басып жатса, екінші жерімізді біздің аздырып жатады, иә? Сол себептен сіздерде көп дәріге жақындамасын, барыммен, көргеніммен, әжемнен, атамнан, көріп қалғанымнан, әйтеуір бір бөліскенін жақсы көріп отырамын. Оқимын, кітаптарды қараймын. Сол себептен көбіне осылай ютубты қарап, тыңдап отыру оңай ғой. Сол себептен мен үлкен кісілер де ютубты қарайды қазір көбіміз. Сол себептен сіздерге осы пайдасы болсын деп отырмын, иә. Бүгін мен сіздермен бөлісетінім мынандай гвоздика. Мен қазіргі таңда қолданып жүрмін. Отбасыма да беремін, қолданамын. Бұрында оны әжелеріміз шүберектің ішіне түйіп, сандықтың түбіне сақтаған негізі. Бұл деген таракандардан да сақтайды, иісті де сақтайды, иістендірмейді, жаңа киімдерді. Ал қазір біз оны таба алмаймыз, шыны керек, біз оны өте табу қиын. Бұны біз қайдан аламыз? Тек базардан, және де магазиндерден аламыз, иә? Біздің жақта бұл гвоздика жоқ. Базар, магазин арқылы ала аламыз. Яғни бұл қандай қасиеті бар, қай жерге ем, соны айта кетейінші, қысқадан нұсқа сіздерге бар білгенімді. Яғни бұл гвоздиканы, мына қараңыздар, осындай болады, кішкентай. Тісіңіз ауырғанда, тісіңіздің еті ауырғанда, тіліңіздің астына салып қойып, шаруаңыз жасай беріңіздер. Менің әжем бұрын сөйтетін. Тілінің астына салып алып, шаруасын суткалап жүріп жұмысын жасай беретін. Мен айтатын, сонда әжеңді дәрі бірдеңе ішсеңші деп сонда айтатын. Жоқ, дәріні мен оның тісімді басармын бір 10-20 минутқа дейді. Бірақ мен басқа жерімді өте қатты құртып жатырмын ғой дейді. Сол себептен мен де қазір таңғалам, сөйту керек екенмін деп. Мен де сөйтіп, гвоздиканы тілімнің астына салып қоямын да, шаруамды суткалап жасай беремін. Сырттың да шаруасын жасап жатам, іштің де шаруасын жасап жатам. Бұны ұмытып кетемін вообще ұмытып кетемін. Бірақ сіздің бұл денсаулығыңызға өте пайдалы. Тісіңізді басқыңыз келеді. Ол гвоздиканы тісіңізді басқыңыз келсе, басқа жеріңізді құртпайды. Яғни салып алдым тілінің астына. Ол бүткіл менің организмімді, раковый клеткаларын оятпауға әсері бар. Сол себептен бұл денсаулыққа пайдасы зор. Оны қорықпайды, тіліңіздің астына салып жүре берсеңіздер болады. Яғни осылай гвоздиканы алып мен шайға да саламын. Отбасымен бірге осылай отырамын да, шай ішіп отырғанда да шайымның ішіне салып ішіп отырамын. Жүйкені тыныштандырады, депрессиядан алып шығады, өте керемет. Енді егер сіздердің таңертең тұрғанда аузыңыздан жағымсыз иіс шықса, бұл неден болуы мүмкін жағымсыз иіс? Яғни біздің тісіміздің кариесінен болуы мүмкін. Кей адамдарда асқазаны ауырады. Сол себептен де бұл өте жақсы көмектеседі. Таңертеңгілікте ыстық шайға салып, құйып, бұқтырып ішіңіздер аш қарынға. Өте керемет пайдасы бар. Басыңыз ауырғанда да енді өте керемет. Ауырмаңыздар. Мен өзім жалпы не үшін сіздермен бөлісемін, осының барлығын тек дәріге жақындамаса екен деймін, барынша осы шөптердің пайдасын көрсе екен деймін. Көп адамдар біле білмейді ғой енді. Сол себептен ем болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп подписка жасап қойыңыздар. Сіздермен көптеген ақпараттармен, жаңалықтармен бөлісіп отыратын боламын. Қолдап қойыңыздар. Рахмет. Ем болсын, ауырмаңыздар, қазағым.